келесі кезекте бұл адамдар 50 адамның 20-сы сіздің арзан продуктыңызды сатып алып, сізге бір қадам жақындаған болса, сіз оған келесі ұсынысты беру керексіз. Яғни сіздің негізгі продуктыңызды ұсыну арқылы сіз оларға продажа жасай аласыз. Яғни бұл этап бойынша адамдарды қыздыру арқылы сіз барлық адамды осы жолмен өткізіп шығасыз. Яғни бұл адамдармен еще сіз дальше тоже жұмыс жасай аласыз. Бұл жалпы продуктовый матрица туралы сіз интернеттен тауып алсаңыз болады. Ал егерде бұл нәрсе сіздің бизнесіңізге идеальны нәрсе екенін түсінсеңіз, маған жекеге жазыңыз. Бірге сіздің бизнесте болып жатқан ситуацияны бірге разбирать етіп, анализ жасап, не нәрсе жасауға болатынын көрейік. Сіздің бизнесіңізге тегін диагностика жасайық. Өз бизнесіңізді 2 есе көтеруге алғашқы қадамды бастаңыз.